Үш торай. Ағылшын ертегі. Баяғда үш торай өмір сүріпті. Ниф-ниф, нуф-нуф және наф-наф. Жаз бойы олар ойынмен жүрді. Орманда асыр салып секірді. Күнге қызды, күлді, қуанды. Жұмыс істеу еш қайсысының ойында да болмады. Бірақ бір күні аспаны бұлт торлап, жел соға бастады. Күз келді. Наф-наф інілеріне қарады да: «Қыстың күні жақындап қалды. Үй салып, жылы жерде тұру керек», деді. Бірақ Ниф-ниф пен Нуф-нуф күлді. «Қазір үй салу ма? Біз әлі ойнап болған жоқпыз». Наф-наф басын шайқап, өз үйін салуға кірісіп кетті. Ал інілері әрі қарай асыр салып ойнап жүре берді. Біраз уақыттан кейін Ниф-ниф ойланып: «Әй, иә, үй салу керек ақ. Бірақ тезірек салайын да қайта ойнайын», деді. Ол сабан теріп жеңіл үй салып алды. «Дайын, қандай оңай». Бірақ ол үй тым әлсіз еді. Нуф-нуф те ойланып: «Сабаннан сәл мықтырақ болсын. Мен бұтақтардан саламын», деді. Ол тез үйін аяқтап, Ниф-нифпен бірге қайта ойнауға кетті. Ал Наф-наф кірпіш тасып, еңбек етіп жатты. «Үйім мықты болсын. Қасқыр келсе қорықпаймын», деді ол. Ниф-ниф пен Нуф-нуф мазақтап: «Ей, үй салғанша қыс келеді. Кел ойнайық». Бірақ Наф-наф еңбек етуді жалғастырды. Күндер өтіп, күз соңы келді. Суық жел соқты. Орман сұлғырттанып кетті. Осы кезде орманда аш қасқыр жүрді. Ол үш торайды иіскеп тауып алды. Торайлар, тамаша кешкі ас, деді. Алдымен қасқыр сабан үйге келді. «Торай, шық!» деп ақырды. «Жоқ», деді Ниф-ниф қорқып. Қасқыр қатты үрледі. Үй ұшып кетті. Ниф-ниф қорққаннан тура қашты да Нуф-нуфтың үйіне тығылды. Қасқыр ағаш үйге келді. «Торайлар, шықпасандар үйді ұшырып жіберем», деді. Үрлейді. Тағы да қатты үрлейді. Ағаш үй құлады. Екі торай зәресі ұшып, Наф-нафтың үйіне қарай жүгірді. Олар бауырының берік кірпіш үйіне кіріп, есікті тарс жапты. Қасқыр үйге жетіп келді. «Торайлар, ашыңдар!» деп ақырды. Бірақ үй мызғымады. Қасқыр неше рет үрлесе де, ештеңе шықпады. Үй орнынан қозғалмады. «Онда мен мұржадан кірем», деді қасқыр. Бірақ Наф-наф шәйнек қойып, от жағып қойған еді. Қасқыр мұржадан түсе бергенде, ыстық бу мен жалынан күйіп ұшып қаша жөнелді. Торайлар қуанды. Ниф-ниф пен Нуф-нуф ұялып, бауырларына қарап: «Біз қателестік. Ойын да керек, бірақ еңбекті ұмытпау керек». «Қорықпаңдар, енді үшеуміз бірге тұрамыз. Ең бастысы бірлікте болу». Содан бастап үш торай бері күйде тату өмір сүріп, жалқаулықты ұмытыпты.
Қорытындысы: еңбектеген адам ештеңеден қорықпайды. Бірлік бар жерде қауіп жоқ.